Мен Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің 4-ші курс студенті Жеткерова Айгерім. Менің жобам халық қаһарманы Мәншүк Мәметованың ерлігіне арналады. Мәншүк Жиенғалиқызы Мәметова 1922 жылы Батыс Қазақстан, қазіргі Орал облысы, Бөкей ордасы ауданында дүниеге келген. Шын есімі Мәнсия. Қызды үлкен қоңыр көздері мен алғырлығы үшін Моншақ деп еркелеткен. Ал ол өзін тілі келмеген соң Мәншүк деп айтқан. Байұлы тайпасы Шеркеш руынан шыққан. Оның балалық шағы Жасқұс деп аталатын ауылда өтті. Әкесі Жиенғали қоймада күзетші болып, ал анасы тойшылша үй шаруасымен айналысқан. Ата-анасы ерте қайтыс болғандықтан, әкесінің ағасы Ахметтің қолында тәрбие алады. 1937 жылы жаппай қуғын-сүргін басталып, Мәншүктің әкесі Ахмет халық жауы деген айыппен қамауға алынды. Бірақ Мәншүк одан бас тартқан жоқ. Кейбір жағдайларда репрессияға ұшырағандардың туыстары соғысқа кетсе, оларды түрмеден босатылатын. Бұл мүмкіндікті жібермеу үшін өз еркімен майданға кетуге бел буды. Өкінішке орай, Ахмет бұл кезде ату жазасына кесіліп кеткен. Мәншүк бұл жайлы бейхабар еді. Мектепті бітірген соң медициналық училищеге оқуға түсті. Ұлы отан соғысы басталған жылы оның жасы 18-де болды. Майданға аттану үшін әскери комиссарматқа өтініш жасап, 1942 жылы 13 тамызда ол өз еркімен Қызыл армия қатарына алынып, 21-ші атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысты. Мәншүк Мәметова Невель қаласын қорғау кезінде ақырғы оғы қалғанша жауды қырып, 1943 жылдың 15 қазанында ерлікпен қаза тапты. Невель, Орал және Алматы қалаларында Мәншүк Мәметова атында көшелер бар. Бұдан өзге елде 10-ға жуық мектеп пен Қызылорда қаласындағы Қыздай педагогикалық училище Батыр қыздың есіміне берілген. Ол туралы кино түсірілген, естеліктерде жазылған.